ақша жоқ деп айтпаңдар. Қорқынышты қалай жойсақ болады? Мен қазір айтатын нәрселер миыңызға сыймайтын сондай Нелер дүниелер болуы болуы мүмкін. мүмкін. Көп қателіктен кейін қалай қайтадан тұрып кетуге болады? Қазіргі жастар көбісі жалқау. Өзінің орнын қалай тапса болады? Егер сенің ішіңде қазір жертва болып тұрса, сенің миың жертваның командасын орындап береді саған. Қалай көп ақша табам? Қалай адамға пайдалы болам? Адам көп қарызға батқан сайын, ол адамның негізі потенциалы көп деген сөз. Құрметті көрермен, Ақша коды подкасты. Ақша дегеніміз не? Байығымыз келеді, бірақ дұрыс ойлай аламыз ба? Бүгінгі қонағымыз 30 жасқа дейінгі Forbes мүшесі және де бүгінгі таңдағы танымал кәсіпкер, ойлау идеологиясының қазақ еліне жеткізіп жүрген біздің қонағымыз Айша Орынбаева. Қош келдіңіз, Айша. Саламатсыз ба? Рахмет осы подкастқа шақырғаныңызға. Бұл жақта мен бүгін бірінші рет қазақ тілінде ақша мәселесін көтергелі жатырмыз. Сол үшін енді тілім келгенше, миым жеткенше максимально қазақ тілінде бүкіл ойымды жеткізуге тырысамын. Жақсы. Негізінде кез келген нәрсенің ең бастысы ол ниет. Бүгін осы Айшаның әлем аралап алып келген білімін және де Джо Диспенза атты атақты мимен жұмыс жасау аясындағы бүгінгі үлгі тұтар әлемдік азаматтың 6-шы ретритінен келген Айшадан біз бүгін өз бағытымызда ақша аясында қандай да болмасын сұрақтарымызға, күмәндарымызға, қорқыныштарымызға жауап алуға тырысамыз. Ал енді барлықтарыңыз қоятын сұрақ баю. Қалай байымыз? Егер баюда ойыңыз, ниетіңіз дұрыс болмаса, баю ол алысқа кетуі мүмкін. Сондықтан бүгінгі тақырыбымыз ойлау арқылы кедейліктен шыға отырып, байлыққа барып, байлықты қалай сақтап қалу мүмкіндіктерін осы Айшадан білетін боламыз. Мен негізі өзім орыс сыныбында оқығам, орысша оқығам, ағылшынша оқығам, И негізі бұл біздің елге де бір үлкен мүмкіндік деп ойлаймын да, өйткені мен осы тақырыптағы білімді басқа тілде алып, қазақ тілге пока тілім жеткенше осыны беріп жатырмын да. Бұл подкастты қазір әр адам қарап отыр, мен сіздерге бір айтарым бар, бір ұсынысым бар, Қазір сіздер өздеріңіз осы ақша туралы проблемаларыңыз көбейіп кетсе, сол проблемалардан шыға алмай жатсаңыздар, онда мен сіздерге осы подкастты прям андай мұқият тыңдау керек, өйткені мен қазір айтатын нәрселер ол сіздің миыңызға сыймайтын сондай дүниелер болуы мүмкін. Сіздер ол туралы ешқашан естімеулеріңіз де мүмкін, естулеріңіз де мүмкін. Егер естісеңіздер, мен сіздерге бір айтқым келетіні, дәл қазір осы 1 сағат, 1,5 сағаттық подкастта бір позиция ученика дейді ғой, позиция ученикада болсаңыздар, мен сенімдімін, әрқайсыңыз осы подкасттан бір ғана ойды, бір құндылықты, бір білімді алып шығасыздар. Ол сіздің өзіңізге байланысты. Негізі информация деген қазір өте көп та. Сіз өзіңіз қазір ашылсаңыз, шынымен де өзіңіздің өміріңіздегі осы проблемаларды өзгерткіңіз келсе, онда мұқият тыңдаңыздар. Өзі қазақша жеткізе алмай қалым деп қорқуда, бірақ тереңділігі бар, қазақ тілінің ана тілі ғой. Дегенмен ана тілі болғандықтан біз оны өз тарапымыздан мүмкіндігінше қазақ тілінде сіздерге жеткізуге тырысамыз. Жаңа 9 сөздің түйіні Айшаның айтуы бойынша барлықтарыңыз жүрегіңіз ашық болсын. Мына қыз не айтады емес, мына қыздан мен не алам деген сондай позицияда отырсаңыздар, міндетті түрде сұрақ қорқыныштарыңыздың қандай да болмасын болашақ мүмкіндіктеріңізге жауап алады дегеніне сенімдімін. Қазір ең бірінші біздің қазақ халқына өзіміз пайдалы болып, мына жоқшылықтан, несиеден қалай шықсақ деген сұраққа қалай жауап берер едіңіз өзіңіздің біліміңізбен? Қараңыз, несие, кредиттар, немесе адамдарда қарыздар болады. Менің ойымша, менің осы тәжірибем бойынша, менің осы адамдармен жұмыс істеген соңғы 5 жылдың ішінде көріп тұрғаным, ол адамда несие, адам өзінің потенциалын жоғары елге қызмет етіп, елге қалай айтады, өзі құндылығын бермесе, ол адам ешқашан байымайды. Ол адам, мысалы қараңызшы, мен негізі өзім духовный философия дейді да, оны ешқандай ол дінге де емес, ол духовная философия. Духовная философияда мынандай нәрсе бар. Сен қанша адамға осындай құндылық алып келесің,
сонша ақша саған келеді. И менің ойымша әр адамның бойында өзінің бір таланттары болады. Сіз мысалы осы қаржы туралы информацияны бересіз, иә. Басқа там әншілер бар, бишілер бар, неше түрлі өз саласының бір сондай специалисттер болады, иә. Әр адам өзінің осы потенциалын елге беріп, қолданса, көрсетсе, қорықпай, соны басқа адамдарға айтып қызмет етсе, ол адам ешқашан қарызға батпайды. Негізі қарыздың, несиелердің, әр нәрсенің өзінің, орысша айтам, вторичная выгода дейді да, ол қазақша мен даже оны білмеймін қалай айту керек екен. Екінші пайда деп аталады. Екінші пайда, иә. Екінші пайда деген ол не? Мысалы, адам, негізі әр адамның бойында менің, это мое отношение, мен өзім солай ойлаймын да. Ақшаға деген қарым-қатынас қой. Қарым-қатынас, иә, мен ойлаймын, әр адамның бойында өте көп потенциал бар. Әр адамның бойында бар ол, иә. Бірақ ол потенциалын өзі шығармайды, ештеңе жасамайды, әрекет жасалмайды, өйткені ол қорқады. Ол неден қорқады? Ол қорқады, анау не айтады, менде болмай қалса мен не істеймін, ақшамды жоғалтып алсам не істеймін, анау маған күлсе, анау менімен сөйлеспесе мен не боламын деп ойлайды да. Сосын бүкіл өзінің потенциалын ішіне бүйтіп басып тастайды. И адам, егер өзінің потенциалын шығармаса, ол адам ешқашан байымайды. Енді қараңыз, адам өзінің потенциалын шығарып бастаған кезінде ол басқа адамдарға пайда алып келеді. Сен басқа адамға пайда алып келсең, ол адам саған энергообмен дейді ғой, ол саған ақша береді. Сол үшін әр адам өзінің ішіндегі потенциалын шығара білсе, қорықпай, өзінің қорқынышымен кездесіп, негізі қорықпай деп те айтуға болмайды. Өйткені біздің әрқайсымыздың өмірімізде неше түрлі бір қорқыныштар болады. Ол жаңа паттерны дейміз ғой, біздің бейсаналы түрде, саналы, санасыз түрде, сознательно, бессознательно дейді ғой. Бұрынғы біздің тәрбиемізден келген бір қандай да болмасын қорқыныш. Мысалға ақша қолдың кірі, байлар олар сараң деген біздің мына бұрынғы атам заманнан келген қазақи мақалдар, қазақи аңыздардың барлығы ол да тікелей өзінің септігін тигізеді деп ойлаймын, әсер етеді. Сол кезде жаңағы айтайық, енді бұл қарыздың екінші өзінің адамға деген пайдасы бар. Біріншісі ол өзінің потенциалын дұрыс қолданбау, біріншіден. Екіншіден қорқынышпен бетпе-бет дұрыс кездесу. Қорқынышты қалай жойсақ болады? Қараңыз, біріншіден, иә, жаңағы әр нәрсенің вторичная выгодасы бар, екінші пайдасы бар, иә. Әр адам осы, сізде қазір қандай проблема болсын, қарыз болсын, кредит болсын, не болсын, просто даже қарым-қатынас болсын, денсаулығыңыз болсын, қандай проблема болса да, әр проблеманың өзінің осындай екінші пайдасы болады, иә. Өзіне пайдасы. Өзіне. Негізінде қарап тұрсаңызшы, адам көп қарызға батқан сайын ол адамның негізі потенциалы көп деген сөз. Өйткені ол адам осы қарыз арқылы өзінің нағыз қандай потенциалы бар екенін көру керек. Түсініп отырсыз ғой, иә? Сонда адам көргісі келмегеннен қорқады өзінің потенциалынан негізінде. Сол үшін ол қарызға батады. Оны қалай шығаруға болады? Қорқыныш деген нәрсе бар да, бірақ қорқыныш деген ол бар деп ойлаймыз. Это иллюзия. Ол жоқ нәрсе ғой негізінде. Қорқыныштан қалай өтеміз, қалай шығамыз? Қорқыныштан шығатын жол жоқ, тек қана бір ғана жолы бар. Қорқыныштан шығатын тек қана бір ғана жол бар, ол қорқынышпен бетпе-бет кездесу. Менен бәрі сұрайды, иә. Мысалы, бұл тек ақшаға байланысты емес, әр адамның өзінің қорқыныштары бар. Мысалы, кейбір адамдар Инстаграм жүргізгісі келеді, бизнес ашқысы келеді, ашпайды, жұмыстан шыққысы келеді, шықпайды, там семьясын жасағысы келеді, иә, қорқады семьяға кіруге, мысалы, семья жасауға, құруға, иә. Өйткені адам өзінің қорқынышынан қорқып тұр. Ол қорқынышқа барасында бетпе-бет кездесесің. Негізі қорқыныштың өзі, егер база фундаментіне қарайтын болсақ, базовый адамның 5 қана қорқынышы бар. Біріншісі это страх смерти, өлімнен қорқады. Екінші это страх отвергнутости, менен бәрі арт қарап, менімен ешкім араласпай қояды деген нәрсе. Үшіншісі страх быть опознанным, сенің бір қателігіңді біреу біліп қойса не болады деген сияқты. Яғни сенің қандай да болмасын кемшілігіңді біреу білсе қалай болады деген сияқты. Негізі осы үш ең көп кездесетін осы үш қорқыныштарды. Енді қараңыз, қорқынышпен кездескен кезінде сен көресің қорқынышыңды, сол кезде сен түсінесің, сен өліп қалмайсың ғой. По факту ты же не умираешь, с тобой ничего не случится, саған ештеңе болмайды. Здесь сейчас. Саған сен оны кездескен кезінде бір адаммен сөйлескің келмейді, кездестіргің келмейді,
барып қарайсың, ол адам саған ештеңе жасай алмайды. По сути, оның барлығы бір иллюзия да. Біз қорқамыз, біз миымызда уже оны суретін салып тастағанбыз. Мынандай болса мынандай болады, андай болса осындай болады. А оның барлығы иллюзия, ол вообще болмауы да мүмкін да. И адам негізі осы қорқыныштар үшін көп уақытын жоғалтады, өзінің потенциалын толықтай шығармайды. И адам өзінің андай предназначение, миссия дейді. Әр адамның негізінде Алла тағала біздің әр қайсымызға бір орын дайындап қойған. Әр адамның өзінің орны бар. Әр адам осы біздің әлемнің, біздің халықтың өсу үшін әр адамның өзінің бір орны бар. Әр адам өзінің орнына барып отырған кезінде, мен осындаймын, мен осыны адамдарға осындай пайда алып келемін деген кезінде, сол кезде оның өмірінде үлкен ақша пайда болады. Ал адам өзінің орнын қалай тапса болады? Оны Қаншалықты ол мен осы жер менің орным екенін білуге болады? Өте жақсы сұрақ қойдыңыз. Негізі адам қазір бар ғой, мен сізге айтайын, біздің қазақ халқының негізі бір травматикасы бар да. Ол қандай? Біздің қазақтың жастары көбінесе ата-анасының айтқан жолымен өмір сүреді. Мысалы, ата-анасы былай дұрыс дейді, былай дұрыс дейді. Екіншіден, бізде социум деген нәрсе бар, бізде социум, орта бізге әсер етеді. Орта айтады, мынау жұмыс жақсы, мынау жұмыс жаман, мынада ақша бар, мынада ақша жоқ дейді. Сол үшін көп қазіргі студенттер, оқуға түсіп жатқандарға, бәріне айтқым келетін ата-аналарға ешқашан біреудің өміріне өзіңіздің осындай көзқарасыңызды не навязывайте, адамға оны осылай дұрыс, осылай бұрыс деген жоқ. Өйткені әр адамның өзінің жеке бір андай линия дейді ғой, жеке өзінің өмірі бар. Әр адамның. Енді бұл жерде қосымша айтатын болсам, ата-ананың да өзінің бала тәрбиесіндегі рөлі бар, сол рөлі шектеулі болу керек. Яғни өзіңнің бұрынғы қателіктеріңді, өзіңнің өміріңдегі болған тәрбиеңді, тәлім, қандай да болмаса қорқыныштарыңды балаға жасамау, оған балаға бермеу, және сол қорқыныштарыңды балаға сендіре отырып, оны да қорқытпау, оның қанатын кесіп тастама деген деп тұр ғой. Негізі әр баланың бойында өзінің бір таланттары бар. Әр адам өзінің орнында отырған кезінде оның өмірінде ондай проблемалар, қарыз, кредит деген нәрселер, несие деген сияқтылар болмайды. Өйткені ол адам бар ғой. Қараңызшы, енді қараңыз, сіздің мысалы ұлыңыз бар, сіздің ұлыңыз қазір университетте оқып жатыр, университетте оқып өзінің ұнап жатқан жұмысын оқып жатса, ол қазір ол университетті бітіреді, ол өзіне ұнайтын жұмысты жасаса, қандай ол адам болады? Ол өзінің жұмысына барғысы келеді, оның өмірге деген көп болады, ол энергиясы көп болады, интерес, көзі всегда от болып жанып тұрады. Ондай адамдарда всегда ақша болады. Ақша қандай адамда болмайды, қандай адамда кредит, қарыз, банкротство не болсын да, оның бәрі кімде болады? Энергиясы төменге битіп басылып қалған адамдарда, сондай адамдарда ақшамен всегда проблема болады. Бүгінгі таңда жастардың барлығы, мысалға мен өзім жастарға сенем. Оның ішінде сіз барсыз, қанша бізде талантты жастар бар. Бірақ жаңа өзіңіз айтасыз, орнын іздеу деп. Сонда орнын қалай табу дегеніміз, өзіңнің сүйікті ісімен айналыса отырып, өзінің жүрегін тыңдай отырып, өзінің мамандығын таңдау. Және сол бағытта рахаттанып жұмыс жасау. Рахаттанып жұмыс жасаған жақсы ақша келеді, және қарыздан шығу мүмкіндігін қамтамасыз етеді дейді. Сіз негізі дұрыс айтып жатсыз, бұл жерде менің жеткізгім келген ойым осы ғой. Адам шешім қабылдаған кезінде біреудің ойымен емес, даже өзінің ойымен емес, өзінің жүректегі сезімімен шешім қабылдау керек. Қалай ол өзінің орны или басқа біреудің айтқаныма қалай оны сезінеді? Адам өзінің тақырыбы болса, ол көзі оттай жанып сөйлейді. Даже қараңыз, мен орысша сөйлейтін адам, өзімнің тақырыбымды жақсы көргендіктен, білмеймін, орысша деп қазақша күшті кәдімгідей менде вдохновение келіп жатыр да, мен сөйлей бергім келіп тұр да. Адамның өзінің жақсы көретін ісі болса, оның жүрекпен өзінің ойымен таңдалса, ол адамның энергиясы көп болады. Ондай адамды біз алыстан сеземіз. Енді қараңыз, осы кәсіпкерлер болсын, не жасасаңыздар, сіздер егер өзі істеп тұрған істеріңізге махаббатпен қарап, шын
шын сондай удовольствие дейді ғой, рахатпен соны жасасаңыздар, сіздің энергияңыз көп болады. Сіздің энергияңыз көп болған кезінде сіз бүкіл осы қасыңызда жүрген адамдарға андай бір свет болып тұрасыз ғой, свет болып тұрасыз, күн болып тұрасыз ғой. Сол кезде адамдардың барлығы сізге келіп, сізбен сөйлескісі келеді, сізбен араласқысы келеді, сізге төлеп бірдеңе алғысы келеді. То есть сен өзің бірінші адамдарға бересің, сол кезде ол саған басқалардан келеді. Адамдардың көп бір қателік жасайтыны осы бар. Олар маған біреу берсе екен деп ойлайды. Бірақ ол да иллюзия, ол олай жұмыс жасамайды. Сен бересің, сосын саған ол қайтарылады. Потому что мынандай бір заңдылық бар да. Что транслируешь, то и получаешь. Что излучаешь, то и получаешь дейді. Егер сен көп алғың келсе, сен біріншіден бере алатын адам болуың керек. Менің де өзімнің дұғаларымда берушілердің қатарынан болсам екен деп ойлаймын. Неге десеңіз, дүйім халықта қарыздан құтылу дегеніміз келесі қарызға кіру емес, келесі тағы да қателіктерді жасау емес, өз жүрегіңізді тыңдай отырып, өзіңіздің сүйікті ісіңізді таңдай отырып, сол бағытта көзіңіз жанып, жұмыс жасап, рахаттанып, сол дүниелерден шыға алатын мүмкіндік бар. Бірақ жүректі тыңдау арқылы, солай қазақша қорытындыласам дұрыс па? Енді жастар аясында айтайық. Қазір бүгінгі жастар барлығы емес, бірақ кейбір жастар аз әрекет жасап, көп ақша тапқысы келіп жатады. Сол қаншалықты ойлау қабілеті аясында дұрыс немесе сол жаңа лайым дегендеріне жетсін. Солай жасау үшін немесе қандай іс-әрекет жасау керек? Қараңыз, қазір негізі жастар осындай аз әрекет жасап көп тапқысы келеді. Бірақ оның алдыңғы, мысалы, поколение, олар наоборот, олар көп жұмыс істейді да, көп жұмыс істейді да, бірақ аз табады да. Мысалы, бұл из крайности в крайности да, ол еш пайдасы жоқ, мынаның да пайдасы жоқ, мынаның да пайдасы жоқ. Бірінші, көп жұмыс істейтін туралы айтайық. Негізі, мен өзім кәсіпте болдым, мен білем, өзім басынан өткен оның барлығы, мен оны түсінген өзімнің өмірімде. Көп жұмыс жасау, көп ақша әкелу емес, это не равно. И адам кейде көп жұмыс жасайды да, оның ойында мынандай нәрселер болады. Көп ақша табу үшін мен көп жұмыс жасауым керек. Көп ақша табу үшін мен ұйықтамауым керек. Бизнесмендер да олар солай 24/7 қызмет етеді. Жаңағы оборот бешеный, доход непонятный, сондай көп. Не, қараңыз, ондай кәсіпкерлер көп нәрсені негізінде алып жатқан жоқ. Олар көп нәрсені жоғалтып жатыр. Біріншіден уақытсын, екіншіден өзінің отбасымен өткізетін уақытсын, өзінің энергиясын, өзінің денсаулығын. Ол адам ақша тапқанымен негізінде одан да көп нәрсені жоғалтып жатыр. Түсініп отырсыз ғой? Әр нәрсенің өзінің оплата төлемі бар. Өзінің құны бар. Ол бірақ әр адамның өзінің қолында, ол өзі біледі. Осы стратегияны ала ма, жоқ басқа стратегияны. Осы бірінші стратегия, ол көп жұмыс істеп, көп ақша табу. Екінші стратегия, қазіргі жастар көбісі жалқау. Олардың көбісі ақшаны просто так қабылдағысы келеді, болғанын қалайды, бірақ ештеңе жасағысы келмейді. Это инфантильная позиция, кішкентай баланың позициясы. Мүмкін біздің әке-шешеміз мына таңертең кешке дейін 24/7 қызмет етіп, мына мен ішпегенді балам ішсін, мен жемегенді балам жесін, мен көрмегенді балам көрсін деп, баланы жаңағы балалық позициясын ұстап, беру арқылы жаңағы біздің жастарымыз алу позициясында қалып қойған шығар. Бұл тәртіпте де бар негізі, тәртіптің де өзінің сондай несі бар, бірақ менің ойымша бұл жерде әр адам өскен адам, жастар деген 18-ден жоғары, біздің бәріміз ата-анамыздан бергенін алдық, бермегені енді жоқ, соғанда біз шүкір етеміз, бірақ әр адам уже өскен кезінде оның өзінің жауапкершілігі бар. Маған осы менің ата-анам бергеннен маған не керек, маған не керек емес. Өйткені әр ата-ана өзінің білгенін ғана береді. Сол үшін мен айтатыным, ол ешқашан ондай болмайды. Аз әрекетпен ақша саған өзің счетыңа түсе салу деген жоқ. Сен біріншіден ниеттенесің, осындай мен адамдарға пайда алып келгім келеді, мен осындай әрекет жасағым келеді дейсің. Одан кейін сен осыған сай әрекеттерін жасайсың. Негізі мен мына фразаны көп айтам. Ол мен әрекетті жасаймын, берекет
келеді деп ше. Я делаю действие, а результат от Всевышнего. Егер сен әрекет жасамасаң, саған ол ешқандай есіктен тесіктен ол саған келе алмайды да, ол ақша. Сол үшін сен сыртқа шығасың, жасайсың, өзің қолыңнан келгенін жаса. Уақытысымен, ең ыңғайлы, ең дұрыс уақытында саған сол берекеттің барлығы келеді өміріңе. Жаңа сіз айтып отырсыңыз, бүгінгі жастар инфантильді деп, бұл жаңағы тұрғыда егер жастар мысалға әрекет жасай отырып көп қателік жасап күйіп қалған болса, тағы да әрекет жасауға күші жоқ болған жағдайда, жаңа сіз айтып отқан энергияны немесе бір ақылды, қандай да болмасын бір сырттан келген қандай да болмасын нұсқауларды қалай алса болады? Негізі былай ғой, адам кәсіпкерлерде ол өте көп кездеседі. Бір банкрот болса, басқа бизнес ашуға қорқады, мысалы. Или там прошлый опыт қой, ол өткен шақта, миының бәрі өткен шақта. Өткен шақта болған, қараңыз, мысалы мен осында отырмын, бірақ менің ойым қазір, мен ана кезде бір банкрот болып едім десем, по сути, мен қазіргі шақта отырған жоқпын, мен өткен шақта отырмын. Өйткені қай шақта отырғаныңды білгің келсе, сенің миыңда қазір қандай ойлар келіп жатқаны сол шақта отырсын деген сөз, жаңағы өткен шақта отырған сайын адам негізі өмірін өзгертпейді. Олар ойлайды, көбісі ойлайды, әсіресе үлкен кісілер ойлайды, поверь моему опыту деп маған орысша айтады, менің тәжірибем осындай деп. Но сенің тәжірибең это не гарантия правильного образа жизни, дұрыс па? Сол сияқты да әр адамның өзінің сондай тәжірибесі болады. Сен егер өткен шақта бір қателік жасасаң, сен қалай оны өзгерте аласың? Сен өткен шаққа қазіргі шақтан қарайсың да, осы кезде мен не істедім, не дұрыс істедім, не дұрыс емес істедім. Мен өзіме қазір осы сабақ ретінде аламын да, бірақ мен бүйтіп мына жерде қарап қалмай, мен ары қарай өзімнің болашағыма жүруім керек. Бірақ менің осындай тәжірибем бар, мен осындай сабақ алдым, осылай жасаймын, осылай жасамаймын. Енді осындай нәрсені көрген кезінде мен түсінетін болам, осындай келе жатқанын. Сол үшін менің әрекетім өзгереді. Моя реакция поменяется деген нәрсе. Енді ол бір күнде болатын нәрсе емес қой. Ол біз қазір бір қателік жайында айтып отырмыз. Бүгінгі жастар немесе үлкен кісілер жаңағы көп қателіктен кейін аузы күйген дейді ғой, аузы күйген үріпшер дейді. Сол аузы күйгеннен кейін, көп қателіктен кейін қалай қайтадан тұрып кетуге болады? Осы жерде жаңа сіз айтасыз, болашаққа бару керек деп. Бірақ болашаққа барған кезде қандай іс-әрекет арқылы болашаққа өту? Өзін жеңе отырып, өзінің қателігін мойындай отырып, сонда міндетті түрде мойындау арқылы ма? Мойындамаса қателік жасай бере ме? Міндетті түрде мойындау керек. Егер қараңызшы, орысша мынандай нәрсе бар, повторяющий сценарий дейді да. Мысалы, бір жерде кризис болды, екінші жерде кризис болды, анау да банкрот болды, анау да банкрот болды. Ол повторяющий сценарий. Ол повторяющий сценарийдан шығу үшін ана кезде, сол қателікті, сол ситуация болған кезінде мен қандай нәрсені бірдей қайталадым. Осылардың барлығында бір ғана түбі бар. Бір ғана түп, бір сабағы бар да. Осы түпті сен жұлып алуың керек та, ол не үшін болды менің өмірімде деген сияқтышы. Түсіну керек. Түсіну керек. Осознай дейді ғой, осознай это деймін ғой, түсінуің керек. Осының бәрін мен қалай өміріме келтірдім. Енді қараңызшы, мен қазір бұл жерде кішкене бір күрделі бір нәрсені айтқалы жатырмын. Егер сіздің өміріңізде осындай бір проблемалар болып жатса, кризис, банкротство, не болсын, қарыз болсын, бизнесіңіз жабылып қалып жатыр, не болып жатса да, бұл жерде екі позиция бар. Бірінші позиция жертва позициясы. Жертва позициясы бәрі кінәлі. Это не я, мен емес бұны жасаған. Бұл осындай рынок болып қалды, конкуренттерім осындай болып кетті, осындай ақша түсіп кетті, там налогтың несі көбейіп кетті. Сөйтіп бүкіл әлемді ол адам осылай кінәлайды. Бірақ тек қана проблема менде емес. Екінші позиция бар. Осындай ситуация болған кезінде кім тез өсет? Мен сізге айтайын, әр адамның өмірінде неше түрлі проблемалар болады. Проблемасы жоқ адам, ондай адам жоқ бұл әлемде. Әр адам, қанша сіз керемет блогер кімді көріп жатсаңыз да, бәрінің өмірінде проблема бар. Бірақ бұл проблемадан шығатын бір жол бар. Это осознать, түсіну, что осы болып жатқан проблемалардың бәрінің түбі тек қана бір адам. Ол сен. Ол ситуацияны сенен басқа
ешкім жасаған Шеше жоқ. Оны тек қана сен жасадың. Қалай? Былай адамдар ойлауы мүмкін, қалай? Мен оны қаламаймын ғой, ол мен емес қой, это случайность деп көбісі сөйтіп айтады ғой, это не я дейді. Но на самом деле кім тезірек осы творец дейді ғой, или там позиция взрослого дейді, позиция творца дейді. Осы позицияға кім тезірек түседі, сол тез осы проблемадан шығып кетеді. Сен қалай осы ситуацияны өзің жасайсың, иә? Қалай, қандай әрекеттермен? Біріншіден өзіңнің ойларыңмен, екіншіден өзіңнің сезіміңмен, тек қана үшіншіден әрекетпен. Әрекет ол сенің ойыңдағы, сенің сезіміңнің бір последствиясы ғой, результат қой, результат, нәтижесі. Сол үшін біріншіден қандай осындай қаржылық проблема болса да біреуді кінәламай, егер сіз осы подкасттан хотя бы осы бір оймен шықсаңыз, это очень многого стоит. Это очень многого стоит. Именно өзіңнен бастасаң, сол кезде сенің өміріңдегі бүкіл ситуациялардың бәрі өз орнына тұрып, қалай өзгергенін сен андай шок боласың, кәдімгідей байқамайсың да анаған. Бірақ ол тек қана өзіңнің мойныңа алған кезде мен осыны жасадым. Енді сіз айттыңыз, үлкен кісілер қалай ары қарай жылжиды, уже өмірден түңіліп кеткен, проблеманың несіне кіріп кеткен, шешейін десе ол проблема өте көп, күші де жоқ, ештеңке де жоқ. Бұл жақта адамға тек қана бір менің өмірімде өзім қолданатын это мотивация. Өзіңе вдохновение табуың керек. Жақсы бір өзіңді қатты саған энергия беретін бір мағына табуың керек. Негізі көбісінің мағынасы ол балалар. Кішкентай балалар болса, балалар үшін бәрін жасайды. Әсіресе ажырасқан әйелдер. Байқайсыз ба? Әйел ажырасқан кезінде ол бәрін өзі жасап кете алады ғой. Өйткені оның өміріндегі сондай мағына бар да. Сол сияқты әрқайсысы өзіне сондай бір мағына тауып алу керек. Мотивация, ролевая модель, рөлдік модельдерға қалай қарайсыз бұл жерде? Рөлдік модельдерға мен соларға қарап мотивация алу. Қатты өзім операция етпеймін. Мен өзім қандай болуым, маған ол көп вдохновение береді. Өзімнің болашақтағы ролевая моделіңе. Өзімнің болашақта қандай болғым келеді. Осыны просто елестету керек та. Қандай өмірге, көп адам мынандай ғой, қараңызшы. Көбісі нені қаламайтынын біледі да, бірақ нені қалайтынын білмейді. Фокустары нені қаламайтын нәрседе да. Сол үшін олар сол не қаламайтын нәрсенің ішінде батып жатады да. А сен алда фокусыңды ана жаққа қой. Қандай нәрсе саған вдохновение, энергия, қандай нәрсе береді. Соны күніге жатардың алдында мен практика сіздерге, прям таза практика, сіздер ойлауыңыз мүмкін, бұның не пайдасы бар деп, бірақ бұл өте пайдалы нәрсе. Мен оны өзім күніге жасаймын. Жатардың алдында сіз енді ұйықтап келе жатқан кезінде сіздің подсознанияда, подсознание түпсана дейді ғой, ашылады. Түпсана ашылады. Ашылған кезінде ол любой информацияға қабылдайды. Любой информацияға қабылдайды. Ашын бүйтіп губка сияқты впитывать етіп алады да, любой информацияны. Сол үшін жатардың алдында өзіңіздің болашақта қандай екеніңізді елестетіп ұйықтаңыз. Осындай картинамен, осындаймен ұйықтаған кезінде сен азанда басқаша болып оянасың. Күнделікті осыны жасай бер. Азанда оянған кезінде сен басқа бір состояниемен оянатын боласың. Яғни күнде өзіңнің бүгінгі өткен бір күн тәжірибе ғой ол да. Тәжірибеңді қорытындылай отырып, мен бүгін қандаймын, ертеңгі Айша қандай, сол ертеңгі Айшаның рөліне кіре отырып, өзіңнің басқа рөлде өзіңді сомдап, басқа рөлге кіріп, сол бағытта ұйықтап кету. Таңертең тұрған кезде басқа көңіл күй, жақсы мотивациямен ояну. Енді жаңағы қарызға кіріп кеткен азаматтардың айтты, бүгінгі таңда триллиондаған қазақстандықтардың басында несие бар. Несие потенциал дедік, жақсы. Енді өзіңнің қателігіңді мойындай отырып, өзіңнен басқа оны ешкім шешпейді. Мысалға қаржылық консультацияға келген кезде қарайсың, басында 25-18 несие бар. Кербезде ойлаймын, бұларға кім несие беріп жүр деп. Соншалықты адамдар несие алып кіріп кеткен ғой. Сол бір несие жапса, екінші ойының бәрі борышкердің ойы. Сол борышкерлік ой, мысалға адамның басында кредит бар. Ойлайды, бүгін кредит төлеуім керек. Бүгіннің өзінде 20-50 рет ой келеді, несиені ұмытып кетпейін деп. Осы ойды түзеу аясында қандай сіз жаңағы практика берер едіңіз? Борышкер, мысли должника, соны қалай өзгертуге болады? Фокусың қай жақта? Результат сол жақта. Мен бұны қазір толық ашып түсіндірем. Бұл бір ғана фраза.
фокус қай жақта, результат сол жақта деген сияқты да. Көбісі бұны есту мүмкін, бірақ осыны көбісі сезінбеуі мүмкін. Сезіну, бұл сөздің өзінің үлкен бір мағынасы бар да. Фокус қай жақта, результат сол жақта. Яғни фокус кредитте емес, фокус табыста болу керек. Тез-тез несиеден құтылу үшін. Ол несиеден не үшін құтылғысы келеді? Өйткені ол өзін бір еркін сезінгісі келеді ғой, дұрыс па? Осы қарыздардан, иә. Енді ол адам қалай қарызды жабу туралы емес, маған қалай көп ақша тапсам екен деп ойлау керек. Сол кезде фокусын қарызға емес, фокусын мен көп ақша қалай тапсам екен деп ойлау керек. Бұл жерде ол тоже андай болмау керек та, инфантильный позиция болмау керек. Бұл жерде мен қандай адамдарға пайда алып келе аламын, мен қалай пайдалы бола аламын, қалай мен көмектесе аламын, қалай мен табыс таба аламын, сол жағынан ойлау керек. Егер қараңыз, күнделікті көп 10 мыңнан аса 60 мың ой адамның миынан өтеді. Ол 60 мың ойдың күнделікті 95% ойы кешегі болған ойлар. Енді ол адамның денесіне сіңіп кеткен, ол мен күнделікті қарыз туралы ойлау. Сол үшін ол қарыз деген. Мысалға, ол жерде мысалға жақсы, бізде бүгін қарап, ертеңнен бастап мен табыс жайында тек ойлаймын деп фокус қояды. Бірақ күні бойы банк звондайды ғой. Банк звондайды, біреу қарызын сұрайды деген сияқты. Сол жаңағы, енді мен жаңа басқа оймен жұмыс жасаймын деп болуы мүмкін. Бірақ ты же скатываешься, кетіп қаласың қайтадан. Сол позицияда өзіңді нық ұстап тұруға қандай көмек керек? Өзіңнің өзіңді қайтару, әр уақытта өзіңнің фокусыңның өзің авторы болу. Біздің өмірімізде бәрімізде болады. Кейде пробка болады, кейде анандай нәрсе болады, кейде бір курьер звондап қоймай қойды. Әрқайсымыздың өмірімізде осындай болады. Тезірек шығып кету да, одан тезірек фокусыңды басқара біліп, керек жерге жіберу. Ол болады, бәрібір олар звондайды. Сіз фокусыңыздан бұрғаннан ешкім звондамай қоймайды. Ол сіз тезірек реакцияңызды өзгерте ала білу да. Фокусты сол жерге қойған кезінде адам соны ойлаған сайын сондай ойлар көп болады. Сол кезде сондай идеялар көп келеді. Сол кезде сондай мүмкіндіктер көп келеді. Егер мен қалай осыны жабамын, қалай не істесем болады деген нәрсені ойлай берсең, онда ол адамдар саған күніге бүйтіп звондап. Сонда мына сіз ойлау қабілетін арттырудағы мастерсіз ғой, былай қарасаң, өзінің кәсіби мамансыз. Осы мына өз ойыңмен күресу ғой. Мысалға, жаңағы иығымызда біреу жаман, біреу жақсыға тартады, біреу жаманға тартады. Сол көбірек жақсы ойлау, көбірек өзіңді позитивке салу, көбірек сол жаңа фокустың бәрін табыс, қалай көп ақша табам, қалай адамға пайдалы болам деген фокуста болу. Әрине ол бір күнде бола бермейтін нәрсе, оған сіз келу керексіз уақытымен, күнде өзіңізбен күресу арқылы. Негізі бұл жақта күресу емес, неше түрлі ойлар келеді. Ол ойлармен күресудің қажеті жоқ. Ол ойларды байқау. Сен осы ойды байқасаң, это уже результат. Ол үшін қандай сұрақ қою өзіне? Мен қазір қандай сұрақ қою керек соны байқау үшін? Біріншіден, мен орысша айтамын, сіз қазақшаға переводтайсыз, мен бүйтіп айтамын: вот эта мысль сейчас продвигает меня к моей цели или наоборот? Бұл ой мен алға қарай жылжыта ма, әлде жоқ па? Вот. Сізде андай выбор дейді ғой, қалай айтады? Таңдау бар. Әр уақытта кез келген ой келсе, міне мысалға, сен қарсысың, кредит қалай төлеуіңіз, так, мен ойым қазір бұл осы ой, немесе осы негатив мені көтере ма, мені жақсыға әлде артқа тарта ма деген сұраққа міндетті түрде жауап беру. Сол кезде сен өзіңе осындай сұрақ қоя білген сайын, сенің өміріңнің качество жизни, қалай болады? Өмір сапасы. Өмір сапасы өзгереді. Качество вопросов — это качество твоей жизни. Егер сен өзіңе сондай сұрақтар қойсаң, қаншалықты неғұрлым өзіңе сапалы сұрақ қоя алсаң, соғұрлым сен жаңа сапалы жауап аласың. Сапалы өмір сүресің. Сапалы жауап ол сапалы өмірдің бастамасы. Ал енді қараңыз, жаңа сіз айтып жатсыз, ойлау керек. Мысалға, бұл мені алға қарай тарта ма, алға қарай мен жүре аламын ба бұл деп өзіңізге сұрақ қойған кезде, ол бір күнде жасау қиын. Оны күніне қанша рет сол сұрақты қою керек өзіңе бастамасында. Ол мысалға сіз сияқты мықты практик емес, медитацияда отыратын азамат емес. Жалпы бізге медитация қиын ғой, ол екінші сұрақ. Ал осы біздің мысалға қарапайым қазаққа,
ауылдағы немесе осы қаладағы жұмыс жасап жүрген біздің азаматтарға осы позицияны ұстау үшін күніне қанша рет өзіне сұрақ қою керек? Жоқ дегенде бастамасында. Негізінде бұған будильник қойып қою керек шығар, мүмкін. Қою керек. Мен айтамын, мен солай айтамын. Жарты сағат сайын өзіңе будильник қойып қой деймін. Жарты сағат сайын өзіңнің ойыңды ана жақтан мына жаққа әкеліп тұр деймін. Біріншіден, екіншіден, күніге кешке қарай отыр да өзің анализ жаса. Осы күніңде сен не туралы ойладың? Сенің қазіргі состояниең қандай болып тұр, өзіңнің көңіл күйің қандай болып тұр? Қандай ойларды ойладың? Сосын барып өзіңе сөз бересің. Мен бүгін мынаны ойлаппын. Мен енді бұл туралы ойламаймын дейсің. Сен миыңа қандай команда бересің, миың сол команданы орындайды. Мен даже былай болады. Бір нәрсені жасауым керек қой. Ұйықтап қаламын ғой кейде. Ұйықтап қалған кезінде 2 сағаттан кейін менің миым оятады ғой. Сен ананы істеуің керек деген сияқты. Ми әрбір команданы обязательно жасайды. Мен сізге дәлел ретінде осы нәрсе айтайын. Мен көп іс-сапарға барамын. Мысалға, көбінде менің баяғы таңертең бар кешке дейін бітіріп кеткіміз келеді ғой, Астанада шаруаларымыз, басқа қалаларда. Мен өзіме будильник қойып жатып ойлаймын, мен сағат 4-те тұруым керек деп. Сен 4-ке 1-2 минут қалған кезде оянасың. Міне сол, тура. Құрметті көрермен, қараңыздар, біз сөз патшасы, ол тұңғиық қой, көп нәрсені айта беруге болады. Бұл жерде мен мына жерден не алам деген сұраққа жауап берсеңіз, сіз өз миыңыздың жаңағы қожайынсыз, миыңызға қандай команда бересіз, ойыңызды қаншалықты реттеп, бұл ой мені өсіре ме деген сұрақтарға жауап ала отырып, қарызыңыздан шығу мүмкіндігі, баю мүмкіндіктерін ала аласыздар. Мен бұл жерде бір нәрсені айтқым келіп тұр да. Негізі әр адамның өзінің несі бар. Қалай айтады? Право выбора дейді ғой. Таңдауы бар, әр адамның өзінің таңдауы бар. Әр адам өзі біледі, не таңдағысы келеді, Сіздер егер қазір өмірлеріңізге өзіңізге ұнамайтын болса, қарыз болып жатса, не болып жатса, сіз бір нәрсені білуіңіз керек та. Сіздің өміріңізде осындай таңдау сізге Алла тағала, Құдай беріп тұр. Сіз сонымен дұрыс қолдана алмай тұрсыз. Соны сіз меңгеріп алсаңыз, сіз осы бүкіл проблемаларыңыздан да шығасыз, бәрінен шығасыз. Өйткені қараңызшы, мынандай даже сөз бар, сначала было слово деген бар. Сен қандай сөз сөйлейсің, сол сөздің барлығы сенің шын өміріңде болады. Жаман сөйлесең, осындай ситуациялар болады. Жақсы сөйлесең, жақсы сөз жарым ырыс дейді ғой. Сол сияқты ғой. Мақалдап кеттіңіз тіпті. Енді тағы да арғы подкаст беруге сізге болады екен. Бірінші жақсы сөйлеуден бастау, сөз арқылы ойыңды реттеу. Енді екінші қараңыз, күнделікті сіздің жаңа айттым ғой, мен 95% ойларыңыз күнделікті қайталанатын ойлар. Енді сіз күніге осы ойларды қайталай беріп миыңызда, сіз қалай өмірімді өзгертем дейсіз. Өйткені өмір өзгереді, сенің миың өзгерген кезінде, сенің миыңда жаңа бағдарлама құю. Миыңда өзгеріс болған кезінде, сенің миыңда жаңа нейронные связи, когда появляются, сол кезде сенің өміріңде үлкен өзгеріс болады. Ол нейронные связи шығу үшін не істеу керек? Күнделікті бар ғой, көбісі осы нәрсеге мән бермейді, бірақ мысалы аффирмация деген практикалар бар ғой, ол әлі ешқандай өзінің несін актуальнысын жоғалтқан жоқ. Сен соны күнделікті жақсы сөзде жазғанның өзі, сен миыңды күнделікті осы жақсы нәрселерге программалайсың. Ми деген, мен өзім просто IT-ді бітіргем, СДУ-да оқығанмын, Назарбаев университетте оқығам. Ми деген таза компьютер, даже компьютерден тез жұмыс жасайды. Адамдар көбісі мимен дұрыс қолдана алмайды, Ми деген қандай команданы бересің, сол команданы орындайды. Егер сенің ішіңде қазір жертва болып тұрса, сенің миың жертваның командасын орындап береді саған. Егер сен мен қазір өзгертем десең, сенің миың бүкіл сенің өміріңде болған тәжірибеден керек нәрсенің бәрін алады да, саған неше түрлі идеялар, варианттар әкеп береді да саған. Сол үшін күнделікті практика, просто практика. Бұл бір күнде, 2 күнде, 7 күнде, даже 10 күнде болатын нәрсе емес. Оны 1 ай, 2 ай, 3 ай, 4 ай, 5 ай, бұны өзіңіздің өміріңіздің бір образ жизни дейді ғой, сондайға айналдыру керек. Сенің өмірің осындай болу керек. Просто қараңызшы, мен осы нәрсемен 7 жылдан көп уақыт айналасып жүрмін. Ойыңды өзгерген сайын сенің ақшаң да көбейеді, сенің қарым-қатынасың да өзгереді, жақсарады. Сенің денсаулығың да жақсарады. Сен жақсы ойласаң, ол біріншіден сенің денсаулығыңа пайдалы. Жаман ойлар біріншіден денсаулыққа зиян алып келеді. Ол сосын ақшаға барып өзінің результатын көрсетеді. Сол үшін
сіздің өміріңізде бір керемет таңдау бар. Сіз өз ойыңызды өзіңіз таңдай аласыз. Біріншіден сол ойды басқаруды, сол ойды бақылауды, байқауды, соны үйренгеннің өзі өте бір керемет бір қабілет деп есептеймін мен. 1997 жылы иә. Біздер бала күнімізде мынандай газет келеді. Газетте телевидениенің жаңағы ОРТ каналының тағы да басқа каналдардың бағдарламасы келеді. 13-15-те әр уақытта мультфильм болатын. Біз сол 13-15-ті күтіп отырамыз. Өзінің минуттық бағдарламасы бар. 10:00-де мынау болады, 15:00-де мынандай болады деген сияқты. Мен сіздің жаңа сөздеріңізді тыңдай отырып, сонда әр азамат өзінің ойын реттеу арқылы ертеңгі күннің бағдарламасын, программасын өзі жаза алады. Яғни ертеңгі өміріміз басқа болсын десе, программаны өзгерту, сөзді өзгерту, ойды өзгерту, жаңа будильник арқылы немесе тағы да басқа біздің установка дейді, наным сенімдер, убеждение установки, наным сенімдерімізді реттей отырып, жаңа немесе басқа сапалы өмірге өту мүмкіндігі бар. Дұрыс қорытындадым ғой? Дұрыс. Яғни өз бағдарламамыз өзіміздің қолымызда. Енді мен өзімнің жеке сіздің соңғы сабағыңызды да көрдім, 2,5 сағаттық. Ол жерде жарты сағаттық медитация болды. Жалпы дүйім қазаққа мен солай ойлаймын, медитация өте қиын. Мен өзім медитацияға қалай келдім, мен өзім бірінші рет ол туралы оқыған кезінде мен басында оны бір фантастика болып қабылдадым да, бірақ кейін бәрін зерттеген кезінде оны мен жаңа ғылым жағына да, наука жағынан, ғылым жағынан қарадым. Сол кезде қараған кезімде мен енді өзім нешті бітіргенмін, СДУ-да оқып жатырмын. Математикалық тұрғыда, аналитикалық анализбен, мен математика менің өте жақсы нем ғой, сильная сторона. Оқыған кезінде менде андай не болған жоқ та, таңдау болған жоқ, бұл жасамайды. Мен уже түсіндім, бұл точно жасайды, өйткені бүкіл анализдер бар, научный исследованиялар бар. Соны қарадым. Сол кезде адамдардың қалай өмір өзгеріп жатқаны туралы айтады да. Біріншіден денсаулығы қалай өзгереді да, онкологиядан емделеді адамдар. Екіншіден қалай көтере алмай жүрген әйелдер көтеріп кеткен, мысалы бесплодие деген диагноздармен. Үшіншіден қалай ол ақшаға мысалы әсер етеді деген сияқты. Мен интереса, маған қызық болды. Мен соны практиковать еттім, практика жасадым. Сосын бастаған кезінде мен бірден результаттарды көріп бастадым да. Менде энергия көп. Бір күнде сізде медитацияға отырып мүмкін болды ма, әлде оған да уақыт қажет етті ма? Мысалға, қазір бірден медитация жасау өте қиын. Соны қалай аздап күнде өзіңді үйрету арқылы ма? Күніге практика арқылы, басында 15 минуттан бастадым, 10 минуттан бастадым. Одан кейін 20 минут, 40 минут, 60 минут, 2 сағат, 3 сағат, 5 сағат сөйтіп үйреніп кеттім да. Бірақ қазір маған медитация кезінде, мысалы 1 сағаттық медитация бір 15-20 минут өтіп кеткен сияқты болып сезіледі, мен уақытты сезбеймін. Негізі медитация деген несі қандай да, оның мен қандай ниетпен үйретемін адамдарды. Өйткені медитация кезінде, мысалы жаңа айттым ғой, 95% ойлар, күнделікті ойлар. Біздің назарымыз, біздің фокусымыз сол ойларда тұрады. Күнде сол ойлар. И медитация кезінде біз жаңағы фокусты аламыз да, ойға емес, мына жаққа береміз. Пространство, просто демге, қалай демалып жатсың, пространствоға, жүрекке, сондай сияқты фокусты аламыз да, мына жаққа жібереміз. Мына жаққа емес, мына жаққа жібереміз. Мына жаққа жіберген кезінде анау мидағы ойлардың бәрі өшеді. Өшкен кезінде сенің өзіңнің кім екеніңді көре білесің да, сен өзіңнің ойларың емес екенін түсінесің. Өйткені адам былай ойлайды, мен не уверена, мен өз-өзіме сенімсізбін деген сияқты. Мир опасный деп ойлайды. И неше түрлі өзінің программалары болады адамның. Сол кезде біз уақытша фокусты аламыз да, ол жерден алып тастаймыз. Өйткені фокус болған жерде результат болады ғой. Біз жаңағы ана программаларға фокусымызбен, назарымызбен қарап тұрған сайын сол программаларды үлкейтеміз да, сол программаларды өмірде шын екенін көреміз да, менікі дұрыс екен деп өмір сүре береміз да. Бірақ ол сенікі дұрыс емес, ол сенің миыңда. Миың солай айтып тұр. Сенің миыңда сол программалар бар, өмірде сол саған көрсетіліп тұр. Фокус аламыз да, сол жаққа жібереміз. Сосын барып, екіншіден біз адамның жаңағы назарын өткен шақтан, болашақтан қазіргі сәтке алып келеміз.
тек қана деміңе қалай демалып жатсың соған фокус қойғаннан адам қазіргі сәтке өтеді. Қазіргі сәтке өткен кезінде адамның миында ой қалмайды. Ой қалмаған кезінде ол шешім қабылдау керек қой, мысалы неше түрлі шешім қабылдау керек қой. Осы кезде қазіргі шаққа келген кезінде он опирается не на прошлое, не на будущее. Шешім қабылдау керек кезде қазіргі сәттен ол шешім қабылдайды да. Көп адамдардың қателіктері өйткені олар өткен шақтан, сондай опыттан, тәжірибесінен болғандан кейін сондай шешім қабылдайды, ол тура сол результатқа алып келеді. Осы жерде мысалға біздерде қарыздың болуы, қандай да болмасын керек емес дүниелерді сатып алуы эмоциялық тұрғыдағы шешімдер, яғни қате шешімдер. Осы өзіңнің эмоцияңды басқару аясында, өзіңнің сол жерде жаңа саған миың ала қал, мынау күшті, біреу алсаң екеуін саған сыйлыққа береді деген сияқты, осы эмоциялық сатып алулардан шығу үшін сол мезетте өзіңе қандай сұрақ қою керек? Ондай кезде это меня приближает к моей цели или отдаляет? Бұл менің мақсатыма жеткізе ме, немесе жеткізе ала ма деген сұраққа. Қараңызшы. Мақсат, яғни негізгі мақсат өзіңнің армандағы мақсатыңа. Адамдар негізі бар ғой, қазір андай еркелет тастаған ғой, негізі қазіргі уақыттың адамдары легкий дофамин деймін оны. Жеңіл дофамин деген ол гормон радости. Есть легкий дофамин и күрделі дофамин бар. Легкий дофамин деген осындай покупкалар. Ананы алсам, ана кофені ішсем, тамақты жесем, тез жейді ойланбайды вообще, ол маған зиян шығар, маған ол керек емес шығар, алкогольді барып іше салу, неше түрлі сондай нәрселерді легкий дофамин деймін да. Телефонды скроллить етіп, бүйтіп отыру түнімен 2 сағаттап, 3 сағаттап, сөйтіп уақыттың қалай өтіп жатқанын білмеу деген сияқты да. Легкий дофамин. Осы кезде өзің тоқтату үшін не істейсің? Қараңыз, үлкен дофамин, тяжелый дофамин деген бар. Тяжелый дофамин — это вот тяжелый дофамин сені качественный образ жизни, сенің неңді, өміріңнің несін үлкейтеді, көбейтеді. Өміріңнің сапасын биіктетеді. Қараңыз, ол не? Осы тяжелый дофамин деймін да, мен оны, ол спорт, питание, финансовая грамотность, это отбасымен уақыт өткізу, телефонды ұзақ отырмау, күніне 2 сағат отыру деген сияқты. Мысалы, даже контент жасау, мысалы, это тоже сложный дофамин. Ол жеңіл дофамин емес, контент жасау деген оңай емес қой негізінде. Подкаст сүруде оңай емес. Это долгосрочные цели. YouTube канал жүргізу, TikTokты жүргізу, Instagramды жүргізу, оның бәрі долгосрочный мақсаттар. Білім алу, кітап оқу, медитация жасау. Осы ұзақ уақытқа қойылған мақсаттардың әрекеттері адамдардың өмірін андай гүл қылады ғой, түсінесіз бе? Гүл қылады да өмірін. Жаңағы жеңіл дофамин деген, ол жеңіл дофамин — это даже азартные игры, это курение, мысалы, адам темекі шегеді, осының бәрі жеңіл дофамин. Но жеңіл дофамин ешқашан сенің өміріңді жаңағы керемет сапаға алып келе алмайды. Бұл кезде сен опять либо жертвасың, либо өзің өміріңнің өзінің авторысың, сен кеттің соған, бітті, сен өзің өміріңе крест қойдың деген сөз ғой. Менің өмірім маған не қылмайды, не принадлежит. Менің өмірімен осындай стимулдар мной управляют деген сияқты ғой. Сен өзіңнің ішіңдегі дух дейді ғой, қалай болады қазақша? Рух дейді ма? Өзіңнің рухыңды сындырасың осындай құр заттардың қасында, Ол жаңағы үлкен мақсат қой. Үлкен мақсат қою. Үлкен мақсат болу керек. Адамның алдында мақсат болмаса, ол ақшаны осылай шаша береді. Сол үшін большое зачем деймін. Енді қараңыз, сіздің аудиторияңыз квартира алғысы келетін, үйі жоқ кісілер, сондайлар болуы мүмкін ғой. Бұл жерде егер ақша жинай алмай жатырмын, ақша келет кетет деген сияқтылар болып жатса, бұл жерде большое зачем? Үлкен не үшін саған ақша керек? Сен не үшін осындай конфетті сатып алмай депозитіңе ақшаны жіберуің керек деген сияқты ғой. Сол үлкен бір смысл болу керек қой. Яғни азаматтар ақша жинай алмаса, бірақ маған үй керек десе, яғни ол шынымен де ол үй болғанын қаламайды. Яғни үлкен мақсат жоқ деген сөз. Немесе үлкен бұл не үшін қажет деген сұраққа жауап бермеген деген сөз, То есть адам өзінің алдында сондай үлкен бір не үшін деген сұраққа жауап беретін бір нәрсе болмаса, адамның миы солай жұмыс жасайды, психика сондай да.
бірдеңке болмаса, артында бір сәбіз, морковка болмаса, адам еріншек болады. Осындай легкий дофаминдердің бәріне кетіп қала беретін болады. Басқа адам анау сетевой нелерге кіреді, сосын финансовый пирамидаларға кіреді. Сөйтеді, өйткені өзінің алдында өзінің мақсаты жоқ. Сол үшін ең бірінші осындай неге жету үшін, мысалы, үй алғысы келсе, біріншіден адам өзіне өте қатты ұнайтын үйді табу керек. Осы үйді қараған кезінде адамның көзі ана от болып жану керек қой. Адамның денесі бірден реакция береді негізінде. Өзіңнің денеңнің импульсына қарап отыр, мына үй саған ұнай ма, барып көр, сен өзің ощущениең, состояниең қандай. Егер сен анама саған ұнаса, сенің миың анаған жету үшін бүкіл әрекеттің бәрін жасап, ана үйді саған алып береді. Яғни ми оған ол керек, пайдалы екенін түсінген кезде ол сені әрекет жасауға итермелейді. Сол үшін миды қолдана білу керек екен да. Миды құрал ретінде дұрыс қолдануымыз қажет. Каждый раз, мысалы, қараңызшы, мен де, мысалы, Құдайға шүкір, мен бүкіл базовый потребности деген нәрсенің бәрі жабылды, квартира, машина, бәрі алынып қойған уже, бірақ мен өзімнің алдыма 3 ай сайын осындай мен мынаны не үшін жасап жатырмын деген нәрсе керек. Мен егер алдында осындай бір мақсат болмаса, мен просто үйде жата бергім келеді. Осы жерде айтайын, қазір мысалға ата-аналар балаларын өпектеп, жан-жақтан бәрін үйін, бәрін жағдайын жасап тастаған. Енді ең негізгі нәрсе біздің қазақ халқында осы біздің ұрпақтың бар кезде бұзылып кетпеуі. Сол ары қарай қалай балалар, ата-аналар дұрыс бағыт беру керек балаларына, жаңағы жалқаулыққа салынып кетпес үшін, еріншек болмас үшін. Негізі мен ойлаймын, 18 жасында баланы үйден жүру керек деп ойлаймын. Қыз болсын, бала болсын, бәрін жүру керек деп ойлаймын. Мен өзім сөйтіп шыққанмын негізі. 18 жасында мен мектеп бітірдім. 18-ден кейін мен Қаскелеңде СДУ-да оқыдым, общежитиеда тұрдым. Ол кезде стипендия 16 000 теңге. Сосын маған 16 000 теңге береді, апта сайын 2 000 теңге жібереді. Сонда мен айына 24 000 теңгеге өмір сүрген адаммын ғой. Бірінші ай өмір сүрдім, әрең ақшаны жеткіздім. Екінші ай өмір сүрдім, әрең ақша жеткіздім. Үшінші айда мен уже ойландым. Мен үшінші айда уже ойландым. Мен не істесем болады қазір ақша табуға деп ше. Сол кезде менің өзімнің қабілеттерім бар ғой, енді қалай мен ақша таба аламын деген сияқты. Мен оның алдында 10 жыл мысалы биге қатысқамда, хореографияға прям профессионально мен дипломым бар, биші болғам. Сол кезде мен ойлаймын, так мен бишімін ғой. Мен национальный сондай не қатысқам ғой. Мен не істесем болады? Бір жаққа барып билейін, неше түрлі ансамбльдер болады, концертте билейді, городской акимат нелерінде билейді. Барамда бір ансамбль тауып алам да, сосын барып солармен бірге билеймін. Сөйтіп мен өз ақшамды тауып бастадым да. Бұл жерде ата-аналардың, мен бар ғой, өзімнің мамама деген өте қатты алғысым бар. Менің мамам 3 баласында 3-еуінде самостоятельно қылып үйретті. Біздің кішкентай кезімізден бастап, мен 6-шы класстан бастап кішкентай сіңілімді, 1,5 жасар сестренкамды садикке алып баратын, садиктен алып кететін, өзім барып биіме баратын, өзім барып келетін. 6-шы класстан бастап мамам мені осындай көрсетеді, сосын өзімді жібереді. Көрсетеді, сосын өзімді жібереді. Менің мамам осының бәрін маған үйреткен да. Жауапкершілік. И қазіргі ата-аналар көбісі ойлайды, осы да болсыншы, үйін алып бере салайын, үйлендіре салайын, машинасын алып бере салайын. На самом деле менімен келіспейтін адамдар болатын шығар, бірақ менің ата-анам, мен күйеуімнің ата-анасы ешқайсысы бізге ешқандай ақша берген жоқ. Біздің бірінші квартира алғанымызда да ештеңемен бізге көмектескен жоқ. Это было правильно, ол дұрыс болды. Біз өзіміздің проблемаларымызды өзіміз шешіп үйрендік, өзіміз ақша тауып үйрендік, ақшаның құнын түсіндік, ақшамен қалай қай жаққа жүру керек екенін түсіндік. Менің мамам мысалы 3 баласын, 3-еуі де қазір әрқайсысы өзінің өмірінде өзінің үйлері бар, өзінің машиналары бар, бір емес, неше түрлі үйлері бар. Хотя біздің барлығымыз, мен 28-дем, інім 27-де, сестренкам қазір студентті. Сол үшін ата-аналар өзінің балаларын заботамен, гиперопекамен қанаттарын кесіп тастамау керек. Мысалға, бұл жерде сіз Тараздан келдіңіз. Тараздың жақын арадағы үлкен қала бұл Алматы. Ал Алматыда тұрған балалар, жаңа айтасыз, мен өзімнің балабақшаға жаңағы сіңлімді апардым деген. Мысалға, бүгінгі Алматыдағы хауста, мысалға, мәшіне көп, адам көп, түрлі жағдайлар болып жатыр. Қазір ашық порталдық ақпараттық тұрғыда
қазір күнде неше түрлі жаңағы негативті ситуацияларды тыңдап жатырық. Қалалық азаматтар қалай істейді? Оның баласын жібере алмайды кішкентай. Ал мысалға басқа қалаға баласын жібере алмайды. Сол кезде 18-ге толдың, сен сау бол деп шығарып салу керек па? Чемоданын қолына беріп? Оған дайындау керек қой. Дайындау керек. 18 жаста сен оны шығара алмайсың ғой, дайын болмаса, иә. Сол үшін оны кішкентай кезден бастап тәрбиелеу керек қой. Мен сізге айтайын, қараңызшы, мен өзім содан травма алған баламын ғой. Мамам мені осылай жібере берген, бәрі өзім істей берген. Сіз соны кінәладыңыз басында, қазір алғысыңыз айтып отырсыз. Мама мені қалай сен бізді бүйтесің, жібересің, сөйтесің деп көп кінәлағам ғой, иә. Одан кейін Құдай мен өзім басыма салды ғой осының бәрін. Менің баламды туылған кезінде мен баламды бүйтіп ұстадым ғой. Мен баламды бүйтіп ұстадым ғой, туылған кезінен ойбай қылып мен балама басқаша қараймын деп. Оған вообще демалма оның бетіне, ол ауырып қалады деп. Сөйтіп мен баламды қатты гиперопека жасадым ғой. Өйткені өзім сондай травма алдым ғой өзім кішкентай кезімде, иә. Одан кейін мен балама диагноз қойылды ғой, задержка психоречевого развития. Түсініп отырсыз ба? Из-за того, что мен оны өзім гиперопекать еттім, мен балам даже сөйлей алмаған, даже сөзді түсінбеген, өзі дым істей алмайтын, даже қасықты бүйтіп ұстап тамақ жей алмайтын болған, до такой степени қатты гиперопека болғандықтан да. Содан кейін мен өзім осының бәрін түсіне бастадым ғой. Мен гиперопека жасадым, бүйттім, сөйттім. Одан кейін баламды лестницаға жіберем, өзің түс, өзің көтеріл деп, өзімді кәдімгідей үйреттім осы нәрсеге ше. Сол үшін ол адам 5-ші классқа жеткенде, 6-ші классқа жеткенде емес, ол туылғаннан бастап баланы сондай самостоятельностьқа жеткізу керек деп өзімнің көзім, өзімнің тәжірибем маған соны жеткізді. Менің мамам да негізі сондай болған. Мен кішкентай кезімнен мамам мені мектепке де өзі жібере беретін. Қазір енді уақыт өзгеріп тұр, конечно, бірақ мен ойлаймын, басқа нәрселерде балаға самостоятельно шешім қабылдайтын бір средалар табу керек. Мысалы, ол қандай кружокқа барады, өзінің нелеріне барады, өзінің үйінің қасында ұнаған нәрселеріне жай ответственностьті көбейте беру керек. 18 жасқа келген кезінде сен уже балаңа өзің сеніп тұруың керек қой. Мен саған сенем. Сен ешқандай ондай дұрыс емес жолға кетіп қалмайтыныңа сенем деген кезінде сен балаңды уже жібере аласың. Жаңа сіз бір сөздеріңізді айтып кеттіңіз, жалғыз басты аналар жөнінде. Сіздің Бақшасарайда болған үлкен жаңағы кездесуіңізде енді 98% әйел азаматтар болды. Енді бүкіл Атакенттің ішінде толған әйел азамат, сіздің медитацияңызды құлақтарына қойып алып ерсіл-қарсыл жүрген азаматтарды көрдім. Енді мынандай сұрақ. Бүгінгі таңда өзіңіз ұл баланың анасы ретінде, жалпы ұл бала тәрбиелеп отырған әйел азаматтарға жаңа гиперопека тұрғыда өзіңіздің аналық тәжірибеңізде және де қазір халықпен қарым-қатынаста әйел азаматтардың дамып бара жатқан немесе әйел азаматтардың жаңағы көптеген қателерін көріп отырсыз. Осы тұрғыда ұл тәрбиелеп отқан аналарға жаңа гиперопека бойынша нақты қандай нұсқау немесе қандай рекомендация берер едіңіз? Мен негізі өзім ондай опытный бір ана емеспін да, бірақтан енді көріп жатырмын тәжірибемен әйелдер сізде азаматтар келеді ғой. Сол клиенттерге қараған кезінде маған осындай запроспен келетін кезде мен айтамын да, біріншіден өз балаңды өзің күйеуің қылып алма деймін да. Көбісі өсіп қалған подростықтарды өзіне күйеу қылып алған да, сол үшін өздерінің өміріне крест қойып қойған. Көп әйелдер өміріне және жолдасымен қарым-қатынасқа, иә? Өзінің өміріне, жолдасымен қарым-қатынасына, өмірінің мәні қылып тек қана баласын қойып қояды. Сосын баласы үйленген кезінде екінші тағы проблема басталады, келін деген проблема басталады. Мысалы да, былай ғой, сен балаңа бересің, тәрбие бересің, білім бересің, сондай қабілеттер бересің, иә, сондай ценность дейді ғой, құндылықтар бересің, иә. Бірақ одан кейін сенің өзіңнің жеке өмірің бар деймін да мен. Өзіңнің жеке өмірің. Егер сен балаңның келешекте өзі отбасы құрғанын, күшті отбасы құрғанын қаласаң, сен оған пример. Сенен қарап ол сондай әйелді алады да. Егер сен өзің өміріңе қызығушылық танытып сөйтіп жүрсең, ол да сондай біреуді табады да. Сол үшін балаға не надо воспитывать деймін да, надо показывать своим примером. Сен қандайсың, тура сондай болады балаларың. Енді әйел азаматтар қазір бәрі дамып жатыр ғой, бәрі алға түсіп кетіп жатыр да. Сондықтан мысалға өзінің анасы сияқты әйел іздейтіні ол әрине факт. Бірақ әйел азаматтарға сонда осы тұрғыдағы жауап,
өз бақшаңды өзің қазып, өзіңді тәрбиелей отырып, өзің өс деген сөз ғой, иә? Дұрыс түсіндім бе баланы сізді? сепарацияға алып келу, Баланы сепарацияға келу. экологичный сепарацияға алып келу. Яғни 5 жаста болсын, 15 жаста болсын, балам, сен 18 толған кезде сен тұлға боласың. Тұлға ретінде өзіңнің жаңағы предназначение, өзіңнің өмірлік мәніңді таба отырып, өзіңнің осы өмірге деген дайын болуың қажет деген кішкентайынан бастап оған үйрету. Ал бізде қазір ата-ана қалай тұрады? Ұлдарға сен мені асырайсың ба, сен менің қолымда тұрасың ба деген әңгімені емес, кез келген баланы сепарациялық тұрғыда шығарып жіберуге, оны үлкен өмірге дайындау керек деп айтып отырсыз. Ол адамдарға мысалы сондай менімен тұрасың, менімен бүйтесің, сөйтесің дегендер бар ғой. Олар өзінің баласының өмірінің негізі қанатын кесіп жатыр ғой. Егер бір жаққа кетіп қалса, өзін кінәлі сезінеді. Егер біреуге отбасы құрғысы келсе, өзін кінәлі сезінеді деген сияқты. Сол кінә деген ішінде сол чувство көп болады ғой. Ол чувствоны сезінген сайын оны бүкіл әлем кінәлай береді. Негізінде, если финансовый жағынан қарайтын болсақ, әр адам өзінің старость дейді ғой, қамсыз кәрілікті қамтамасыз ету керек. Өзі жеке. Алдын ала соған қазірден бастап, жасың 30-да ма, 40-та ма, 50-де ма, сен қазірден бастап өзіңе сондай финансовый бір план жасап қоюың керек. Ертең біреудің бетіне бүйтіп қарап отырмайтындай независимостьті сақтап қалу үшін, балаңа бала болып қалмау үшін да. Қалай, сіз келісесіз бе осыған? Мен онымен келіспек тұрмақ. Мен осыны күнде айтамын. Жаңа сіз айтасыз ғой, медитация деп күнде айтасыз ғой. Сол сияқты мен кез келген ата-анаға айтамын. Ол баласы болсын, болмасын, қамсыз кәрілікті қамтамасыз етіп, балаңа тәуелді болмауды бүгіннен баста деп әр уақыт айтамын. Ол сенің зейнетақың бола ма, немесе ол сенің пассивтік табысың бола ма деп, оны әр уақыт айтамын. Енді менің жеке кәсіпкерлер, бүгінгі таңдағы 80% бизнестағы азаматтардың 80% кәсіпкерлер, жеке кәсіпкерлер. Осы жеке кәсіпкерлердің енді бірде-бір мақсаты ол үлкен оборотқа шығу, үлкен ақшамен жұмыс жасау деген сияқты. Осы үлкен ақшаға ең бірінші қалай дайын болу керек? Қараңыз, үлкен ақша деген адамның өміріне қай кезде келеді, я? Ол біріншіден тәуекел етуге қорықпайтын кезде келеді. Екіншіден, ол адам өзінің сүйікті ісімен айналысып жатқан кезде келеді. Үшіншіден, ол соған әрекет жасаған кезінде ол ақша келеді. Енді төртіншіден, ол адамның өзіне деген қарым-қатынасы қандай. Мысалы, көп адам бар, көп естимін, маған үлкен ақша керек, мен масштабқа шығуым керек, мен масштабты адаммын, бірақ бірдеңе болмай жатыр деген сияқты сондайлар көп естимін да. Бірақ сен сол ақшаға өзің сайсың ба? Сен сол ақша туралы айтқан кезінде сен өзіңді қалай сезінесің? Мысалы, жақында мен бір таныс қызбен кездестім. Ол маған айтады: Айша, мен айына 50 миллион теңге тапқым келеді. Қазір менің доходым 4 миллион теңге дейді. Сосын мен айттым: окей, тыңдап отырмын, айтып жатыр, мен масштабтымын, мен осындаймын деп отыр да. Тыңдап отырмын. Сосын мен айттым: окей, сен не істейсің осы 50 миллион теңге табу үшін? Сен не істеп жатсың? Қандай әрекет? Енді реклама жүргіземін, Инстаграм жүргіземін дейді. Сен қанша рекламаға саласың деймін ғой. Сөйтсем $50 дейді да. Мен айтамын да, сен $50 салып, айына 50 миллион тапқың келе ма деймін да. Сен өзіңнің әрекетіңмен, өзіңнің мақсатыңның несін көріп тұрған жоқсың ба деймін да. Просто алда рекламаны хотя бы $100 қылшы дедім да мен. И оны адамдар жасамайды. Неге? Өйткені қорқады. Көрдіңіз? То есть хочется и колется. Қалап тұр ақшаны, бірақ оған сәйкес әрекет жасағысы келмейді. Тәуекелге барғысы келмейді. Хочешь, андай нәрсе бар ғой, кто не рискует, тот не пьет шампанского деген нәрсе бар ғой. Сол сияқты да, сен егер рисковать ете алмасаң, қалай сен осы ақшаға барам деп тұрсың? Енді қара, екіншіден да, осы 50 миллион теңге табатын адам, ол қандай адам? Осы сұраққа жауап берші. 50 миллион теңге табатын адам $100 таргетке ақшасын аяй ма? Ол аямайды. Ол өзіне настолько сенімді, бәрібір мен соны шығарып аламын деген өзінің сенімділігі қатты болады да, ол адамның іші. Ол адам өзіне сеніп алған адам да, мен любой ситуацияда шығып кетемін деген сияқты.
былай ғой, сенің қазір тауып жатқан ақшаң сенің ішіңдегі болып жатқан әлеміңе сәйкес. Егер сенің ақшаң қазір саған ұнамай жатса, ол сенің біріншіден ішкі дүниеңмен жұмыс істеу керек, одан кейін әрекетпен жұмыс істеу керек. Адамдардың көбісі қорқынышпен өмір сүреді. Мен қазір ақша салсам, ертеңнен жоғалтып алсам, рекламаға салсам, ол атпай қалса, істемей қалса, мынау товар алып келем, ол өтпей қалсашы, анау бірдеңке күйіп кетсеші. Барлық нәрсе плохой сценарий дейсіз ғой. Осындай ғой оның барлығы, иә. Бірақ кто не рискует, тот не пьет шампанского. Мен мысалы, бірақ санаулы тәуекел болу керек. Конечно, обязательно. Рассчитанный риск. Өзің опытыңмен сен түсінесің, қай нәрсеге салу керек, қай нәрсеге салмау керек. Конечно, сен просто так бүйтіп ақшаны сала бермейсің ғой, мысалы. Сол сияқты да. Бізде сол ортасы болмай тұр ғой. Немесе біреулер қорқып әрекет жасамайды. Немесе біреулер бесшабашны ақшасын салып жатады. Сол ортасын қалай тапса? Я за экологичный рост. Мен былай айтам, бірінші мынандай сумманы сал. Көр. Қалай болады? Көр. Работа над ошибками. Қара, қай нәрсе коррекция жасап, коррекция дұрыста. Адам просто бір қателік жасады ма, бітті ғой, анау чувство вины. Өзін жейді барып, мен бүйттім, анау сөйтті, анау сотруднигім бүйтті, анау сөйтті. Барлығы қате, тек менікі дұрыс. Взрослый позиция. Қарадың, түсіндің, ары қарай кеттің. Қарадың, түсіндің, ары қарай кеттің. Қарадың, түсіндің, ары қарай кеттің. Қателіксіз ешқандай не болмайды. Ана елдер ойлайды, өсу деген былай деп ойлайды да. Өсу никогда олай болмайды. Өсу былай болады. Былай болады. Сен құлайсың, өсесің. Солай ғана өсе аласың да. Енді екінші жаңағы бар ғой, картинаны көзің алдында сен ұстап тұруың керек. Осы 50 миллион теңге табатын адам ол қандай адам? И күніге өзіңнен сұра. Бүгін мен осы 50 миллион теңге табатын адамның аяқ киімінде жүрдім ба, жүрген жоқпын ба? Я в каких тапочках сейчас? Мен өзіңді салыстыру. Өзіңді осыған келтіру ғой, бірінші іштей. Бірінші ішіңді келтіріп ал. Ішкі состояниеңді, не ойлайсың, қалай өзіңді сезінесің, өзіңе деген сенімділік. Екіншіден, осыған қатысты жай әрекеттерін жасап баса. Сразу емес, жай әрекет жасап баса. Мысалы, негізі бизнеста қараңызшы, мен кеше естідім де, жүрегім ауырды. Бір кәсіпкерлер бүйтеді, мен өзімнің отдел продаж да өзім дейді. Барлығы өзім. Администратор да өзім дейді. Сабақты да өзім берем дейді. И еще клиенттермен де өзім сөйлесем дейді. Сонда мен айтам, қалай ол сен өсейін деп жатсың, сен былай никогда өспейсің. Сен хотя бы менеджер, хотя бы таргетолог деген сияқты. Делегированиядан басталады. Неліктен адамдар делегирование жасамайды? Яғни басқа адамға өзінің қызметін бермейді, неге десең, сенбеушілік. Өзім ғана бәрін жақсы жасаймын. Это бірінші, екіншіден ол ойлай ақшасын аяйды ғой. Ой, қойшы, өзім істей саламын. Біреуге ақша төлегенше өзім істей салайын. Өзім істей саламын дейді да. Енді бұл жерде де ол көп нәрсені жоғалтып тұр ғой. Ол энергиясын керек емес нәрсеге кетіріп тұр да. Операционка. Мен негізі бизнеста өте күшті опытым бар да, сол үшін прям керемет айтып отырмын да. Ол ананы да жасайды, ақшасын аяйды төлегенге. Энергиясын аяқта жоғалтып алады, кешкісін келеді, шаршайды, вообще миында ешқандай идея да жоқ, просто барып үйге барып ұйықтасам екен дейді. Ұйықтайды, сонда делает одно и то же, но хочет другого результата. Делая одно и то же, не будет нового результата. Сен шығуың керек андағы колесодан, где ты как белка в колесе жүріп жүрсің. Енді жаңа 50 миллион табыс табатын азамат ретіндегі ой қабілетін қалай өзгертсе болады? 50 миллиондағы адам қалай ол өзіне деген қарым қатынасы ғой негізі. Ол адам өзін қатты жақсы көреді. Ол адам өзі лишний керек емес затты барып жасамайды, басқа біреу жасайды. Ол адам өзінің энергиясына ответственность алады. Ол адам обязательно аптасына 2 күн демалып тұрады. Ол адам өзінің болашағын ойлайды деген сияқты ғой. Ол адам выживаниеда жүрген адам емес. Ойбай, ақша экономдап қалуым керек, 100 теңгені экономдап қалуым керек деп ойламайды. Ол любой жерде керек жерде төлейді, керек жерде үнемдейді деген сияқты да. Ол адам ақшаға жеңіл. Қарым қатынасы жеңіл болады ақшаға. Ол ақшаны бүйтіп ұстап алып, не қылмайды, бүйтіпші надзиратель болмайды. Ол ақшаға жеңіл қарайды. Ойыңды өзгерту арқылы кез келген азамат кәсіпкер бола ала ма? Болады, мен ойлаймын, бола алады деп ойлаймын. Бірақтан қараңыз, әр адам кәсіпкер емес, предприниматель, әр адам өзінің талантын ақшаға айналдыра алады деп ойлаймын. Монетизация жасай алады. Яғни әркім өзінің қасиеттерін ақшаға айналдыра алады. Бірақ барлық адам кәсіпкер емес болуы мүмкін.
немесе емес. Осы жерде нақтылап алайық, неге десеңіз, мына бүгінгі таңдағы көптеген кәсіп бастап қарызға кіріп кеткен азаматтар көп. Оның ішінде несиеге алғандар бар. Оның қарызының барлығы тек қана ол кісіге ғана емес, бүкіл жанұясына қатысты болып кетеді ғой. Өмірлік сапары өзгереді, айлық. Сондықтан осы жерде айтып кететініміз міндетті түрде қанша ой түзесең де, бірақ сол ойыңды дұрыс жүйелей отырып, өзіңнің жаңағы талантыңды аша отырып, соны монетизацияға айналдыру мүмкін. Бірақ барлық уақытта кез келген азамат кәсіпкер емес. Мен де солай ойлаймын. Өйткені оған деген таланттар керек қой, оғанда кризистен өте білу деген сияқты, өз-өзіне сенімділік деген сияқты, белгісіздікке бару деген сияқты, ол әр адамның мойында жоқ ондай нәрсе негізінде. Сол үшін әр адам өзінің мықты жақтарын, өзінің слабый жақтарын біліп, соны жасау керек деп ойлаймын да мен. Жүрудегі сіздің медитацияңыз бар. Осы әрекет жасай отырып, мен мысалға кез келген азаматқа қаржылық консультация жасасам да, бизнес консультация жасасам да, ойыңды реттеу үшін жүр деп айтамын. Неге десеңіз, бізде мида хаос болғаннан кейін, ойды реттемегеннен кейін, ол іс-әрекетімізге тікелей ауысатта, іс-әрекетімізде хаос болады. Сондықтан барып жүр деймін. Ал сіз жаңағы медитация шығарған екенсіз, жүрген кезде тыңдайтын. Сол қаншалықты үлкен нәтижеге жетті? Сол дұрыс па менің айтуым мысалға? Қараңыз, біріншіден адам жүрген кезінде адамның позвоночник, омыртқасында адамда энергия көтеріледі. Негізі мен сізге айтайын, энергия деген не? Энергия — это движение, это қозғалыс. Адам қозғалмаса, оның денесінде энергия да дұрыс көтерілмейді, жүрмейді. Енді ол энергия көтерілген кезде қан айналымы, соның барлығы дұрысталып реттеледі ғой. Сол кезде адамның энергиясы көтеріліп тұрған кезінде жаңағы жақсы ойлар келеді оған. Дұрыс шешімдер қабылдайды. Жақсы ойлар келеді. Одан кейін менде медитация бар, сол жүрген кезінде. Ол кезде адам жүріп тұрған кезінде и так энергиясы көтеріледі ғой. Одан кейін мен сөзбен оған өзінің болашағын елестеткіздіремін да, сен осындай болашақта сен қандайсың, өзіңді сез, әр денеңнің әр клеткасымен осыны сезін. Негізі менің айтқым келетіні бұл жерде адамды өзгертетін ой, одан плюс еще оған сезім. Сезім деген ол өте үлкен күш, сезім. Егер адам күнделікті жаңағы стресс, выживание, тревога, апатия, осы сезімдерде жүретін болса, оның өмірінде осындай ситуациялар көбейе береді. Ал егер сен жүретін болсаң, күніге жүретін болсаң, жарты сағат, 40 минут сен жүрсең, сен өзіңнің энергияны көтересің, жаңағы состояниялар өзгереді. Сен саған қызық, интерес болады, энергияң көтеріледі ғой. Соны күнделікті көтерген сайын адамның өмірге деген көз қарасы да өзгеріп бастайды. И осы жүрген кезінде мен айтам да, жүрген кезінде просто так өлең тыңдап жүрмеші деймін. Жүрген кезінде өзіңнің арманыңдағы болашағыңды елестетіп, сол адам сияқты жүріп көрші. Өйткені квантовый физикада мынандай нәрсе бар. Подобное притягивает подобное дейді. Жаңа мен сізге айттым ғой, 50 миллионның адамы ол қандай? Мен осы сұрақты бәріне қоям. Осы сұрақты қойыңызшы. Какая я, когда у меня 50 миллионов? Менде 50 миллион бар кезде мен қандаймын? Осы сұрақты өзіңе күнделікті қоя бер да. Сосын осы адамның тек қана ойларын емес, сезімдерін сезінесің. Сен осы сезімді сезінген кезінде подобное притягивает подобное. Сенің өміріңе мүмкіндіктер келіп бастайды. Конечно, ол саған байланысты. Сен сол мүмкіндіктерді ары қарай алып кетесің ба? Негізі көп адамның өміріне өте көптеген мүмкіндіктер келеді. Бірақ оның барлығы как будто мимо өтіп жатқан сияқты да, бірақ оның бәрі сенің өміріңе келіп жатыр. Сен оны көріп тұрған жоқсың. Өйткені сенің ойың бәрі проблема, қарыз, ақшаның жетпеулігі, дефицит. Сосын мен мынандай бар ғой, елдерге бір күшті бір совет, негізі совет беру келмейді, бірақ мен совет берейін. Мынандай совет бар да, ақша жоқ деп айтпаңдар. Ақша жоқ деп айтсаң, біттің өзіңді просто
қораға тықтың ғой, ақша жоқ деп айтуға вообще болмайды. Ақша жоқ деген жоқ. Ақша жоқ емес, ақша өте көп. Бірақ сенде емес. Ақша сенде жоқ. Мен оған келісемін. Ақша жоқ деп айтуға болмайды. Сен күнделікті соны айта берген сайын, сенде ол ақша жоқ бола береді. Мен үйдегілердің бәріне айтам, мен мамам бар, папам бар, тоже қазақтың сондай кәдімгі адамдары қарапайым да, столдың үстінде мен отырған кезде ақша жоқ дегенді вообще айтушы болмаңдар деймін. Менің реальностында ондай нәрсе жоқ. Ақша жетеді. Ақша керек па? Барлығымызға жетеді ақша. Ақша бәріне жетеді. Ақша деген өте көп бұл әлемде. Сен просто осы ақшаны саған қалай келу керек екенін, қалай сен максимально осы біліміңді, әрекет жасап бар. Өзіңнің пайдаңды алып келе аласың адамдарға, соны ойла. Сол кезде ақша деген саған былай келеді. Керемет. Енді біздің жалпы подкастымыз аясында өз тарапымыздан, өзіміздің тәжірибемізбен, өзіміздің бүгінгі таңдағы кейстар арқылы көптеген нәрселер айтуға тырыстық. Жалпы ойлау қабілеті арқылы өмірді өзгерту ол болады, оған жетуге болады. Оның нәтижесі менмін. Мен де бала күнімде өте қатты дұрыс қиялдай алатынмын. Жаңағы шексіздік болмайтында, мен де қазір бала тәрбиелегенде кіші ұлымды шексіз тәрбиелеймін. Ол кез келген уақытта кез келген затты алу керек мүмкіндігін біледі. Сондықтан құрметті ағайын, құрметті біздің қатысушыларымыз, барлықтарыңызды осы подкаст аясында жақсы бір ой түйді деп ойлаймыз. Екі қазақтың қарағызы халқыма бір пайдалы болсын деген мақсатта өз әңгімемізді айттық. Бұл жай ғана бір шешімдер, немесе сізді қандай да болмасын іс-әрекетке итермелеу емес. Бұл біздің нағыз ниетіміз сіздің өміріңізді жақсарту болған. Бірінші ойдан бастаймыз, санамызды өзгертеміз. Кешегі өмір емес, өзімізге жауапкершілік ала отырып, болашаққа сапар алу, болашаққа жылжу, болашақпен ойлау, болашақта мен кім болам, және де қандай да болмасын табыс. Мүмкін сізге 50 миллион теңге көп болуы мүмкін, бірақ сіздің ойыңызда ақша қанша? 1 миллион теңге ме, 2 миллион теңге ме? Өзіңізге сай соманы ала отырып, сол бағытта дамыңыз, өсіңіз. Және де осы подкаст аясында өзіңіздің комментарияларыңызды қалдырыңыздар. Осы қазір біздің подкастты қарап отырған адамдар бар. Осы көбісі өзінің ойымен жұмыс жасап, ақшасын көбейткісі келетін адамдар болатын болса, мен негізі өзім орыс тілде көп YouTube канал жүргізем, Instagram жүргізем. Менде орыс тілде сабағым бар, бірақ ол да түсінікті, қатты күрделі емес. Маған дайректке, қазіргі қойып қойыңыздар, дайректке урок деп жазса, сол сабақ барады. Құрметті көрермендер, Айшаның бұл жерде айтып отырған себебі, Айша бізде өте жомарт азамат екен. Бұл кісі өзінің жеке аккаунтына өтіп, яғни Инстаграмдағы Айша Орынбаева Инстаграм аккаунтына өтіп, сол жерде жекеге урок деп жазған жағдайда сіз Айша ханымның кез келген сабағын тегін алу мүмкіндігі бар. Сабақ орыс тілде, бірақ дегенмен жақсы оқимын, білем, естимін деген ниет болса, ол жерден де аларыңыз болады деп ойлаймын. Сондықтан осындай жақсы сіздерге жаңалық. Және де осы подкасттың астында ең жақсы комментария қалдырған азаматтар, немесе ең көп лайк жинаған, немесе өзінің инсайттарын алған азаматтар болса, ең үздік 10 жаңа комментарияға мен өз тарапынан қаржылық аудит жасап бере аламын. Бұл біздің жаңағы халыққа деген көмегіміз болсын. Бұл қаржылық аудит та, жеке қаржылық консультация да тегін болады. Барлықтарыңыз менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Әсеке ханым ақша коды, және де Айша Орынбаеваның каналына тіркеліп кетіңіздер. Осылай қазақ тілді контентті қолдай отырып, барлығымыз үлкен жетістікке жетейік. Менің ойымша бұл өте пайдалы бір подкаст болды. Осы жерде отырған адамдардың ішінде өздеріңіздің қандай шешім қабылдағандарыңызды комментарийда жазсаңыздар, шешім қабылдағаныңызды. Инсайт әлі шешім бе? Шешім. Осы подкасттан кейін мен не істеймін деген сияқты. Осы подкастты тыңдай отырып, мен қандай шешім қабылдадым деген азаматтардың солардың арасында 3 адамды өзім таңдап, сіздерге өзімнің медитация пакетін сыйлаймын. Вау, қандай керемет, құтты болсын. Ал әр қазақ бай қуатты болсын. Ақша коды подкастының негізгі мақсаты осындай Айша сияқты керемет қазақтың қыз ұлдарын шақыра отырып, қазақ тілді мықты контент жасап, өзіміздің еліміздің дамуына үлес қосуымыз. Біз де қателесуіміз мүмкін, бірақ біздің айтқан кез келген кеңесіміз де өзіміздің айтылған жаңағы өмірдегі алынған кейстардан тұрады. Сондықтан
таңдау сізден, айту, ой салу және де сізге бағыт берсек, біз яғни бүгінгі күнді босқа өткізбегенбіз. Каналға тіркеліп кетіңіздер, сіздің алған шешімдеріңізді күтетін боламыз.